Құрметті әділдік алқалары, менің есім Қожасова Аяулым. Қарағанды қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші сынып оқушысымын. Бүгінгі жоба тақырыбы Шоқан Уәлихановтың зерттеу еңбектерінің тарихи маңызы. Жобаның мақсаты: Шоқан Уәлихановтың ғылымға қосқан құнды ғылыми, тарихи, әдеби шығармалары мен соңғы жылдары жазылған ғылыми еңбектерін зерттеу, жастарға үлгі ретінде насихаттау. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов қазақтың ұлы ғалымы. 19 ғасырдың екінші жартысында ағартушылық демократтық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі. Ол шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы. Шоқан Уәлихановтың ғылыми мұрасының маңыздылығы. Қазақстанда бірінші болып Уәлиханов очерк жанрына бет бұрды. Орта Азия мен Қазақстан халықтарының тарихын, тағдырының бұралаң жолдарын, шығу тегін, қоныс өрісін егжей-тегжейіне дейін зерттеген. Ол өз елінің білім мен ғылым деңгейін дамыту үшін күрескен. Қазақ халқының мәдениет пен экономика саласында артта қалуына байланысты қатты қынжыла қинала ой жіберіп, халық бұқарасын сол азаптан арылту жолында талмастан жұмыс жүргізген. Қазақтар мен Орта Азия халықтарының артта қалуының басты себебі Шоқан Уәлихановтың пікірінше монархиялық тәртіп пен ислам діні. Сондықтан мектептерді ұйымдастыруда гуманизмді дәріптейтін еуропалық білім жүйесін енгізуді ұсынған. Практикалық бөлім бойынша бізде буклет жасалынған. Шоқан Уәлихановтың ғылыми мұрасын насихаттау мақсатында ғалымның өмір баяны, ғылыми еңбектері, экспедициялар бойынша ақпарат беретін электронды ресурс және буклет жасалынды. Оқушылар буклеттен Шоқан Уәлихановтың ағартушылық қызметімен, ұсынған идеяларымен, өмірбаяна қатысты қызықты деректермен таныса алады. Буклет екі тілде жасалынған, қазақша және орысша. Болашақта ағылшын тілінде жасау жоспарлануда. Буклеттерді оқушыларға Шоқан Уәлихановтың ғылыми мұрасымен таныстыруға пайдалануға болады. Буклеттің артықшылығы ол белгілі ақпаратты нақты және қысқаша береді. Электронды ресурс. Электронды ресурста Шоқан Уәлихановтың өмірбаянына қатысты ақпарат берілген. Ресурс мазмұны бойынша бөлімдерге бөлінген. Мысалы, бірінші бөлім Шоқан Уәлихановтың өмірбаяны арналған, екінші бөлімінде тарихи зерттеулері және үшінші бөлімінде этнографиялық зерттеулері бойынша ақпарат беріледі. Электронды ресурс бойынша ақпаратты келесі бейнебаянда көре аласыздар. Шоқан Уәлихановтың ғылыми мұрасын насихаттау мақсатында ғалымның өмірбаяны, ғылыми еңбектері, экспедициялары бойынша ақпарат беретін электронды ресурс жасалынды. Оқушылар электронды ресурстан Шоқан Уәлихановтың ағартушылық қызметімен, ұсынған идеяларымен, өмірбаяна қатысты қызықты деректермен таныса алады. Электронды ресурста Шоқан Уәлихановтың өмірбаяна қатысты ақпарат берілген. Ресурс мазмұны бойынша бөлімдерге бөлінген. Мысалы, бірінші бөлім Шоқан Уәлихановтың өмірбаяны арналған, екінші бөлімінде тарихи зерттеулеріне, үшінші бөлімі этнографиялық зерттеулері бойынша ақпарат береді. Электронды оқулықтарды сабақтарда қолдануға болады. Қазіргі заман талабына сай, инновациялық технологияларды сабақтарда күнделікті пайдалансақ, сабақтың сапасы тиімді болары сөзсіз. Электронды нұсқада мәтінмен жұмыс барысында сізге жазбаларды еркін жазып, ақпаратты сақтап, оларға кез келген уақытта оралуға болады. Ресурста медиа материалдарды ендіру мүмкіндігі бар. Бұл энциклопедиялар мен оқу әдебиеттеріне жақсы қосымша. Электронды оқулықтарды пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен жұмыс істеуге жағдай жасайды. Қорытындылай келетін болсақ, менің ойымша қазіргі жастар үшін нағыз үлгі болатын Шоқан Уәлиханов. Ғылымның дамуына үлес қосқан қазіргі жастарға бағыт-бағдар ретінде болуға лайықты адам деп санаймын.